Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бірге Бекзат каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге қайнатылатын огоньоктың рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар. Бізге керегі помидор, тәтті болгар бұрышы, чеснок, ащы бұрыш, сәбіз және де массировка қажет болады. Осылардың барлығын жуып, тазалап және де керек емес жерлерін алып тастап, массировкадан өтетіндей қылып ыңғайлы етіп өлшектеп кесіп аламыз алдын ала. Одан кейін барлығын араластыра отырып массировкадан өткіземіз. Негізі бұл аджиканы, яғни огоньокты мен жылда осы рецептпен жасаймын. Керемет болып шығады, сондықтан сіздерге де кеңес беремін. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Сіздер де жасап көріңіздер, отбасыларыңызды, үй іштеріңізді қуантыңыздар. Әсіресе қыстың кезде, күздің кезінде тағамдармен қосып жегенге тәбетті өте керемет ашады. Негізі менің каналымда қайнатылмайтын огоньоктың да түрі бар. Сондықтан мен жылда осы екі түрлі рецептпен жасаймын. Екеуі де керемет болып шығады. Мінекей барлығын осы массировкадан өткізіп болғаннан кейін мен бұны орташа отта 30-40 минуттай қайнатамын. Мінекей газға қойдым. Шамалы жыбырлағаннан кейін осылай барлық көбіктерін алып тастаймын бетіндегі. Содан кейін алып болғаннан кейін дәміне қарай тұзын және де қантын қосатын боламын. Мен бұл жерде 3 қасықтай тұз, 3,5 қасықтай тұз қостым. Одан кейін 2,5 қасықтай қант қостым. Негізі мен барлық қанша килограмм, қанша қант, тұз қосу керек описание бөліміне қалдырамын. Астыңғы жақта сол жерден қарап алсаңыздар болады. Мінекей осылай қосып болғаннан кейін барлығын араластырамын жақсылап. Одан кейін тағы да көбігі шықса, көбігін алып тастап отырамын. Және де айта кететін, мен бұл жерде қазір банкіге жабамын, сондықтан банкінің барлығын буға қайнатып, крышкасын да барлығын дайындап аламын. Содан кейін ысылай жауып тастайтын боламын. Мінекей көбігін тағы да алып тастап жатырмын. Енді 30-40 минут қайнағаннан кейін, осының үстіне мен 9% уксусты ас қасықты толтырмай қостым. Содан кейін араластырып, тағы да бір 5 минут қайнатамын, уксусты қосқаннан кейін. Одан кейін дайын тұрған банкімізге шетінен құйып, барлығын жауып тастайтын боламын. Негізі мен огоньокты банкіге құйып сақтаймын. Негізі сіздер баклажкаға де құйып сақтауларыңызға болады. Ол өз қалауларыңыз. Сондықтан менде өзіме банкіге жапқан ұнайды, сондықтан банкіге жауып жатырмын. Сіздерде өз еріктеріңіз. Мінекей осылай закрывашканың көмегімен барлық банкіні осылай жауып шығамын, және де крышкасын тексеремін. Барлығы жақсы жабылу керек, ауа кіріп кетпейтіндей етіп. Мінекей осымен біздің аджикамыз дайын, барлығын осылай жауып шығамын. Мінекей достар, біздің аджикамыз осылай шықты. Сіздерге ұнап жатса, лайк басып, комментария қалдырыңыздар. Және де каналыма тіркеліп қойыңыздар.